5 класс дүниежүзі тарихы пәні. Ақтөбе қаласы номер 48 жалпы білім беретін орта мектебінің тарих пән мұғалімі Садық Индира Әмірханқызы. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Рим ғасырлар тоғысында бөлім, 4-5 ғасырларда Рим империясы қалай өзгерді. Сабақтың мақсаты басқыншылық соғыстар мен империялардың пайда болуы, мемлекеттік шекаралар қалай өзгергенін түсіндіру, ежелгі қоғамның дамуына діндердің ықпалын сипаттау. Бағалау критериялары діни ұғымдарды жіктейді, Рим империясының өзгеруіне діндердің ықпалын анықтайды. Құдай, ғибадатхана, қасиетті кітап, пұт ұғымдарының мағынасын ашу. Оқушылар, біздің оқулығымызда алгоритм сабағымыз 2 алгоритм берілген. Біріншісі император Диоклетан, екіншісі император Константин. Бірінші алгоритм бойынша император Диоклетан тарихымен жақсылап танысамыз. 284 жылы Рим империясында билікке келген Диоклетан келді. Ол император билігін Құдайдың әмірімен берілді деп заңдастырды және өзіне тең басқарушы тағайындады. Олар өздерін Августар деп атады, әрі олардың 2 көмекшісі болды. Бұл көмекшілер Цезарлар деп аталды. Диоклетан аға Август және жоғарғы билік иесі болды. Мұндай билік жүйесі төртеудің билігі немесе тетархия жүйесі деп аталды. Диоклетан провинциялардың күшеюін тежеп отырды. Ол Галлиядағы, Мавритания мен Египетте көтерілістерді басып жаныштады. Біздің заманымыздың 4 ғасырда Рим империясында жаңа дін христиан діні таралды. Бірақ Диоклетан христиандықтарға тыйым салды. Себебі жаңа Августердің билігі Құдай бұйрығымен берілгенін мойындамады. Сонымен қатар жаңа дін римдіктердің ежелгі құдайларына табынуын сынға алды. Диоклетан христиан шіркеуі империяның бірігуін тежейді деп есептеді. Балалар, сіздердің назар аударамыз. Тетархия жүйесі алдымызда тұр. Батыс бөліктегі Цезары, империяның батыс бөлігінің Августы Максимиан болды. Империяның аға Августы Диоклетан болды. Ол империяның шығыс бөлігін басқарды. Империяның шығыс бөлігі Цезар болды. Келесі сабақтың алгоритмі император Константин. Тетархия жүйесіне сәйкес Августар қайтыс болған жағдайда император билігін Цезарлар иеленуі тиіс болды. Олар өз кезеңде жаңа Цезар тағайындады. Осылайша императордың билігі талас-тартыс объектісіне айналмауы тиіс болды. Алайда Августердің өлімінен кейін билік үшін күрес жалғасты. Константин жеңіске жетіп, 324 жылы император болып жарияланды. Константин төртеудің билігін жойды, бірақ империяны 4 бөлікке бөлінуін сақтап қалды. Константин 313 жылы Милан қаласында арнайы жарлық шығарып, христиан дінін басқа діндермен тең дәрежеде жеткізді. Христиандарды қуғындау тоқтатылды. Константин Рим империясының астанасын Босфор бұғазы жағалауындағы Византия қаласына көшіреді. Константин Византияны алдымен жаңа Рим, ал кейін Константинополь деп атады. Қала Тюхақа, яғни бақытты тағдыр құдайына арналды. Қазіргі кезде бұл Стамбул деп аталады. Стамбул қазіргі Түркия мемлекеті, түркі елі. Константиннің тұсында жоғарғы мемлекеттік қызмет 6 буыннан тұрды. 6-шы көрнектілер, 5-ші жетілгендер, 4-ші ізеттілер, 3-ші ақсақалдар, 2-ші мәртебелілер, 1-ші бекзаттылар. Бұл қызықты мәлімет, оқушылар. Балалар, сіздердің алдарыңызда Салик Константин енгізген алтын монета бейнеленген. Назар аударып қараймыз. Келесі Англияның Нью-Йорк қаласында Константин императордың ескерткіші бар екен. Оқушылар, ендігі кезекте сергіту сәтін өткізейік.
Ал балалар тұрайық, алақанды ұрайық, бір отырып, біз демалып алайық. Оңға солға түзеу тұр, солға оңға түзеу тұр. Алға қарай бір адым, жоғары төмен қарайық. Орнымызды табайық. Келесі мәтінді жақсылап оқып, танысып, балалар тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма: карталарды салыстырыңыздар. Алдарыңызда екі картаның бейнесі көрсетіліп тұр сіздерде. Бірінші картада Константин кезеңдегі Рим империясы біздің заманымыздың 306-337 жылдар. Екінші карта Рим империясының 1-2 ғасырлардағы. Тапсырма сіздерге екі картаның, екі мемлекет шекараларының өзгеру себептерін болжап дәптерлеріңізге орындайсыздар. Келесі екінші тапсырма, балалар, зерттеу сұрақтары берілген. Константин императордың басқаруына талдау жасаңыздар. Екінші, императордың Рим қоғамында елеулі өзгерістерге алып келген негізгі реформаларын анықтаңыз. Үшінші, қорытынды жасаңыз. Константин императордың кезінде Рим империясы өзгерді. Себебі, кемінде 3 аргумент келтіреміз. Қандай жағдайда өзгерді? Соны нақты көрсетіп жазамыз. Төртінші, христиандықты мемлекеттік дін ретінде қабылдау Рим империясын өзгертті. Өйткені жауап жазамыз. Кемінде 3 аргумент келтіріп дәлелдейміз. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. Сәйкестендіру тапсырмасы. Сіздердің алдарыңызда, балалар, 3 сұрақ тұр. Келесі жанында 3 бейнелер бейнеленген. Бірінші сұрақ: Құдайға табыну мен діни рәсімдер жасауға арналған діни ғимарат. Осы сұрақтың жауабын А, В, С бейнесін таңдап белгілейсіздер. Екінші сұрақ: Пұтқа табынушылар Құдайға жалбарынғандай табынатын мүсін. Үшінші сұрақ: Киелі діндер, кітаптар жинағы. Келесі тапсырма. Сіздердің алдарыңызда YouTube желісі бойынша сілтеме көрсетілген. Осы видеоресурстарды қараңыздар. Қарап болған соң сіздерге сұрақ: болжап көріңіздер. Неліктен Константин императордың басқару кезеңін Константин дәуірі деп атайды? Оқушылар, өз білімімізді өзіміз бағалаймыз. Егер де сіздер барлығын дұрыс болса, бас бармақ жоғары көтеріңіздер. 2 дұрыс жауап болса, бас бармақты жанына қоясыздар. Біреу ғана дұрыс жасадым болса, бас бармақ төмен қарайды. Үйге тапсырма: бейне материалдарды қарап шығу. Сіздерге көрсетілген YouTube желісі бойынша сілтемелер, мәтінді толық оқу. Сабақ аяқталды. Жарайсыңдар оқушылар. Сау болыңыздар.